Сәлем қыздар, бүгін сіздермен тез арада дайын болатын лаваштан жасалатын таңғы рецептісімен бөлісемін. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әуелі жұмыртқамызды араластырып, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды саламыз, үстіне қызанақты, шұжықты қосамыз, аскөкті қосамыз. Аскөкті қосу міндетті емес. Сонан соң сүтімізді құйып, үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Біркелкі масса пайда болған соң табаға лавашымызды қойып, табаға май жағудың қажеті жоқ. Сұйықтығымызды лавашқа құйып, лавашты хат түрінде ораймыз. Сөйтіп екі жағын 5-5 минуттан отқа қыздырып аламыз. Екінші жағында дәл солай 5 минут қыздырып аламыз. Сонан соң біздің таңғы асымыз дайын. Бұл негізі 2 адамдық порцияға жасалады. Оны 4-ке бөліп ұсынсаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де комментарийға қалай шыққанын бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.